Түркістан облысында осыдан 2 жыл бұрын зорландым деген оқушы ақиқатын жалпақ жұртқа енді жариялады. Мектеп дәретханасында ол өзінен жоғары сыныпта оқитын балалар жыныстық сипаттағы күш қолданғанын айтып отыр. Анасы полицияға арызданғанмен артынан жан-жақтан қысым көріп Алматыға қашып келген көрінеді. Қоғам белсенділерінің араласуымен жабылған іс қайта қозғалды. Зорлықтың құрбаны болған жасөспірімнің жан айқайын тілшіміз Асқарбек Қазанғап тыңдап көрді. Қазығұрт мектебіндегі сол қорқынышты оқиғаның болғанына 2 жылдың жүзі толды. Мынау оқушы зорландым деген дәретхана. Тыста тұрғасын мұндағы әлемнің әлегін бәрі біле бермейді. Зәбір көрген жеткіншек ішке тұншыққан ойын екінші рет зорланғанда ғана анасын айтқан. Туалете, школы. Мектеп дәретханасында оған 8 бала қысым көрсеткен. Ұлымның айтуынша арасындағы біреуі зорлық жасап, қалғандары аузыңды ашатын болсаң, көресіне көрсетеміз деп аяусыз ұрып соққан. Сорақысы сол, бұл жайт араға ай салып, қайта-қайталанды. Арыз жаздым, бірақ кейін түрлі қысым болды. Ауыл ақсақалдарына дейін арызыңды ал деп араласқасын Алматыға кетіп қалдық. Соңғы 1,5 жылдан бері олар Алматыдан пана тапты. Жантүршігерлік жайтты естіген еліміздің бала құқығы жөніндегі уәкілі Аружан Сайын қанатын астына алып тәуелсіз сараптама жасап, оқушының зорлық құрбаны болғаны дәлелденді. Біздің заңгерлер баланың анасына бас прокуратура, ішкі істер министрлігіне, президент әкімшілігіне арыз жазуға көмектесті. Содан соң бұл іс қайта жанданып, ауданнан облыстық полиция департаментіне өтті. Одан бері 1,5 жыл өтті. Бізге осындай зорлық құрбандары, куәгерлерді қорғайтын арнайы бағдарлама қажет. Қақпаған есігіміз қалмады. Осы оқиға бойынша әділетке еш қол жеткізе алмай келеміз. Облыстық полиция департаменті бар жағдайдан құлағдар. Істің о баста жабылуын анасы баласының сөзін жоққа шығарып, арызды қайтып алғанымен байланыстырады. Сол күні кәмелетке толмаған баланың анасы өз қолымен қылмыстық істі тоқтату туралы өтініш жазып, қандай да бір сот сараптамасынан өткізуден бас тартатыны туралы арыз жазған. Сот медициналық сарапшыларының қорытындысына сәйкес жәбірленушінің денесінде қандай да бір дене жарақаттары анықталмаған. Мектеп басшылығы да әлімжеттік жоғын айтып ақталады. Оқушының өзін қорлағандарды көрсетпегенде ешкімді тани алмағанын алға тартады. Тіптен сабаққа бармау үшін осындай өтірік айтуы мүмкін дейді директор. Тергеу амалдарын барысында мектептің көрсеткен оқушылары, яғни жоғары сынып 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушылардың барлығы көз сүзден өткізіліп, оның ішінен мынау бала деп ешкімді атап көрсетемеді. Мүмкін ол ата-анасына қорыққаннан айтқан болуы мүмкін, осындай мені осындай зорлады басқа деп. Әйтпесе мектепте бүкіл бір коридордың бойында қуыста қалып кететін бала жоқ. Бірақ директор айтқан пікірге анасының келіскісі жоқ. Сабаққа бармау үшін зорлады деп өтірік айту еш қисынға келмейтінін айтады. Осы оқиғадан кейін психологиясы бұзылған баласын одан бетер түнекке түсірмеу үшін қоныс аударуға мәжбүр болдым дейді. 8 оқушының құрбаны болдым деген жасөспірімнің жүрегіндегі жара әлі жазылмады. Жаңа мектепке барғанмен өз қапасына қамалғандықтан томаға тұйық көрінеді. Алабұртқан ана көңілі бұл істің бармақ басты көз қыстымен қайта жабылмауын қалайды. Айтуынша зорлық көрсеткен кейбір оқушының ата-анасы белді қызметте екен. Ал бұл іс қайта қозғалғалы арада 1,5 жыл өткенмен сотқа дейінгі тергеу амалдары әлі жалғасып жатыр. Асқарбек Қазанғап, Бек Әбиев, Фарид Якупов, КТК, Алматы.